Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Алихан, ал бұл қазақ ютубындағы әлі де ең жігітше канал. Сондықтан қош келдіңіздер. Егер сен еркек болсаң, жігіт болсаң, саған осы каналға тіркелу үлкен бір шарт. Ол біріншісі. Екіншісі, бүгін мен көтерейін деген мәселе өте бір маңызды бір мәселе. Жігіттердің бір түсінбейтін бір мәселесі бар. Мысал келтірейін, мынандай. Егер араларында бір дзюдоист немесе каратисттер бар болса, сразу түсінесіңдер. Мысалға, дзюдо немесе каратисттардың кимоноларының түсі ақ либо көк болады. Бірақ делік, айтайық, сіздерге залға бір жігіт келді. Розовый кимономен, үстінде гүлді-гүлді бір суреттері бар, сондай бір кимономен келсе не болады? Жауабы дұрыс. Өте бір сорақы көрінеді және жараспайды. Жараспайды, конкретно жараспайды. Ер азаматқа және спортқа жараспайтын бір киім. Екінші мысал, сіз үлкен бір мықты бір мекемеде жұмыс істейсіздер. Сен отырсың, жиналыс, разный департаменттар жиналған, финансовый департамент, андай департамент, мынандай мықты-мықты адамдар отыр. Үстілерінде мощный костюмдер киген, ақ жир рубашка, мынандай галстук киген, мықты-мықты адамдар отыр. Ал сен бір сап-сары бір костюммен отырсың. Жараса ма? Жараспайды. Сен бір асабай емессің, Конор Макгрегор емессің, шоумен емессің. Сондықтан ол саған жараспайды. Қоршаған ортаға, сен келген жерге, жұмыс орнына және қоршаған ортаға жараспайды. Сондықтан айтқым келген бір зат бар. Егер үстілеріңе бір киім алған кезде, тек қана мына размерлеріңізге қарай емес, мезгілдің түстеріне қарай таңдаған дұрыс. Мысалға, жаздың күні әртүрлі киімдер киюге болады. Мысалға, қызғылт түстер, жасыл, көк, андай-мындай киюге болады. Разговор жоқ. Бірақ күз келген кезде ондай емес. Күздің өзінің бір табиғаты бар. Ол табиғаттық бір құбылыс. Сондықтан күз келген кезде біз барлығымыз түп нұсқада, подсознанияда бәріміз бір Великобритания, бір Лондонға көшкен сияқты боламыз. Айнала бәрі сор, жаңбыр, бұлтты. Сондықтан сол ортаға, сол мезгілге сай түсті киімдер киген дұрыс және абзал. Жаздың күні әртүрлі түстер кие алатын болсаң, күздің күні ондай емес. Күздің күні киетін ол қара, кішкене ақ, қоңыр, хаки және сұр түстер. Ал күздің күні қандай киім таңдау керек, қалай таңдау керек туралы келесі видеоларда айтып жатармын. Сондықтан сендермен болған мен Алихан, келесі кездескенше салам алейкум.